Сіз білесіз бе, ақпарат қолданушы деген кім өзі? Ол қолданушының қандай құқықтары бар? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын ғаламтордан табуға болады. Бұл ретте әрине электронды үкіметтің ресурстарын тиімді пайдалана білу керек. Олай болса, қосылыңыз. Егер сіз қандай да бір ақпарат көзіне қол жеткізсеңіз, онда автоматты түрде оны қолданушы тұлғаға айналғаныңызды үйден шықпай-ақ білесіз. Яғни бұдан былай, заң аясында кез келген деректі қолға түсіріп, пайдаңызға жарата аласыз. Сөйте тұра, ол мәліметтерді не үшін алып жатқаныңызды түсіндіріп жатудың еш қажеті жоқ. Тек мынаны білу керек. Белгілі бір ақпаратты алуға алдын ала жолдайтын сауалды ауызша, жазбаша түрде, не болмаса электронды нұсқада беруге болады. Сөйте тұра, кімде-кім сіздің ақпарат алуыңызға кедергі келтіріп, заңсыз шектейтін болса, және одан сізге материалдық шығын келсе, онда ақпаратқа қол жеткізу туралы құқығыңыздың заңсыз шектелгенін айтып шағымдана аласыз. Әр кезде де құқығыңызды біліп, қорғай жүріңіз. Ашық және электронды үкіметтің порталдарына кіріп, көбірек білуге ұмтылған жөн. Өзіңізді қызықтырған салаға қатысты пікіріңізбен де бөлісе жүріңіз. Қазақстандық әрбір азаматтың мемлекет пен қоғамның қалыптасуына бір адамдай атсалысуына толық құқығы бар.